лақтыру және өлкеде кең тараған спорт түрі болып келеді. Әсіресе мектепте немесе әскери қызметтер үшін нормативтің бір түрі. Сабағымызда граната лақтырудың әдіс тәсілдерін, техникаларын, жаттығуларын қарастырамыз. Граната түрлері қыздар үшін 500 грамм, ұлдар үшін 700 грамм болады. Қол және иек бұлшық еттеріне арналған дене қыздыру жаттығулары. Қолымызды бастан асыра, екінші қолмен шынтақтан ұстап, артқа созамыз. Оң қолымызды бастан асыра, сол қолымызды төменнен қайыра отырып, оң қолымызды ұстауға тырысамыз. Жүппен жасалатын жаттығулар түрлері. Қарсыласымыздың оң немесе сол қолын жоғарыдан артқа созамыз. Келесі қолмен қарсыласымыздың жауырынына тіреміз. Граната лақтыру техникасы. Бастапқында гранатаны дұрыс ұстаудың тәсіліне үйрену керек. Содан кейін бір орында тұрып, тек нысанаға тура жайлап лақтыруға кірісу керек. Нысанаға лақтыру қимылды дұрыс орындауды бақылауға жеңіл болады. Нысанаға лақтыруға үйретудің алғашқы кезеңінде лақтыратын жаққа қарай кеудені бұрып тұру керек. Сол аяқ біраз алға шығарылсын. Дене салмағы бұл кезде көбіне оң аяққа түседі. Міне осы қалыпта гранатаны лақтыру керек. Гранатаны лақтырғанда ол жоғарыдан төмен қарай айналатындай етіп жіберу қажет. Жүгіріп келіп лақтыруға тек бір орында тұрып, лақтыруды меңгергеннен кейін ғана көшу керек. Жүгіріп келіп лақтырудың техникасын ең алдымен жүріп лақтыру арқылы үйренген дұрыс болады. Ең әуелі 2 адымдап, содан кейін 3 адымдап қолды дұрыс сілтеуді үйрену керек. Адым мен қолды сілтеуді және лақтыруды үйренген соң, жүгіруді, алғаш адымдап басуды, оның ақырғы бөлігін ақырын жүру арқылы қатты жүгіруді үйрену керек. Бұдан кейін жүгіріп екпін алудың барлығын баяу жүгірумен орындайды. Екпінмен жүгірген кезде граната иық үстінде болады. Алғашқы бөлікке екпін серіппелі, алға артқа дене құлшысын жасап жүгіреді. Екпін алудың соңғы бөлігі лақтыруға дайындалу. Ақырғы адымды орындалатын адымды лақтыру адымы деп атайды. Гранатаны ығыстырудың және лақтырудың ең оңтайлысы 4 адымнан лақтыру. Қайшылауды адымы сол аяқпен итеріліп, оң аяқтың серпілуімен басталады. Оң аяқ алға шығады, табамен сыртқы жаққа бұрылып қырымен қойылады. Осы кезде дене оңға шалқайып бұрылады. Сол кезде аяқ алға шығып, өкшеден қойылады. Табанның ұшы лақтыратын жаққа бағытталған. Содан кейін лақтырушы оң аяқты түзетіп, өкшені сыртқы жаққа бұрады. Оң жақтың жамбасы алға шығады. Дене салмағы оң аяққа ығысады. Бүгінгі сабағымызда граната лақтыру техникасын жетілдіру үшін жақындататын жаттығуларды қарастырамыз.
осы снарядтарды лақтыру нәтижелерінің өсу техникасын жетілдіруіне ғана емес, сондай-ақ дене қасиеттерінің дамуына, бірінші кезекте шынтақ сіңірлерінің, иық буындарының нығаюына байланысты. Осымен бейне сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.